Барлықтарыңызға сәлем қыздар. Көктемнің көңілді күнімен барлықтарыңыздың да көңілдеріңіз жадырап жатыр деген үміттемін. Күн жылы барлығымыздың жанымызда жадыратып жатқаны рас. Күннің жылуы тәнімізді жылытса, осы айда келген Рамазан айы барлығымыздың рухани жанымызды жылытып жатыр. Рамазанның ең үлкен нығметтерінің бірі ауызашар екені анық. Сол үлкен нығмет ретінде саналатын ауызашар берген кезде дайындаған палауымыздың рецептімен сіздермен бөліскенді жөн көрдім. Үлкен, яғни көп мөлшердегі палауды қалай жасауды білмей жүрсеңіздер, осы видео сіздерге арналады. Бұл жерде 50 адамға арналып жасалған палаудың рецепті. Барынша осы видеода айтылған дүниелерді негізге ала отырып, басшылыққа ала отырып жасасаңыздар, сіздердің де палауларыңыз шашпа палау болып өте дәмді болатынына сенімім мол. Олай болса, бастайық. Отынымызды дайындап, ошағымызды қыздырып, қазанымызды тазалап алғаннан кейін астына от жағуға кірісеміз. Қазанның ішіндегі барлық суы құрғап кеткеннен кейін май құюды бастаймыз. 8 килограмм күріш дайындайын деп жатырмыз. Сол үшін әр килоға 2 ожаудан май құятын боламыз. Бұл жерде біз 14 ожау май құйдық. Қалған 2 ожауды үйде алдын ала дайындалған қойдың майынан құятын боламыз. Яғни іш майды алдын ала тамаққа қосу үшін дайындап қоямыз. Қойдың құйрығынан кейде сол 2 ожау қосатын боламыз одан да. Майы қаншалықты осы есепке сай болған сайын палауымыз дәмді болып шығады. Үлкен тамаққа үлкен еңбек керек екені барлығымызға мәлім. Сол үшін біраз уақытымызды алады. Майдан қызғанын да күтеміз. Одан кейін дәл осылай бөліп алған етімізді салатын боламыз. Бұл жерде біз килоға кило қостық, яғни 8 килоға 8 килограмм ет қостық. Жылқының мен сиырдың, яғни қара малдың етінен аралас салдық. Біраз уақыттан кейін қайнаған соң қазы мен құйрық май салатын боламыз. Құйрық майды егерде басында қосып жіберетін болсаңыздар, еріп кететін болады, яғни жоқ болып кетеді. Сол үшін соңында қарай қоссаңыздар, құйрық майы жақсы сақталады. Екі бетін кезек-кезек аудара отырып, етімізді қуырып аламыз. Барлығы жақсы қуырылғаны дәмді болады. Міне дәл осылай видеодағыдай абайлап, асықпай қуырамыз. Үлкен ет болған соң үлкен күш қажет болады бұл жерде. Егер далада көп тамақ жасамайтын болсаңыз, яғни далада қазанда, ошақта көп тамақ жасамайтын болсаңыз, отын бастапқы кезде көбірек жағасыз. Артынша қайнайтын кезіне таман бір томарды салып қойсаңыз, өзі жайлап бұрқылдап қайнай беретін болады. Міне астында әдейі көрсеттім, осылай шыбықтарды салып қайнатамыз. Одан кейін пиязды саламыз. Үстіне пиязды ірілеу етіп тураймыз. Жақсылап пиязды қуырамыз алтын түстес енгенге дейін. Алтын түске енбей қалатын болса, егерде ондай жағдайда палауымыз ақ түсті болып шығады. Ал егерде қатты күйдіріп жіберетін болсақ, пиязды ол кезде қараға жақын болып шығады. Ал егерде алтын түстес қылып қуыратын болсақ, онда бізде сары палау шығады. Бұл күркумасыз палауды қалай түске енгізудің әдіс тәсілі болып табылады. Міне пиязымыз сәл қуырылып жатыр, әлі енген жоқ. Міне енді қарасаңыздар алтын түстес болды. Осыдан кейін алдын ала туралып алынған сәбізді үстіне саламыз. Бұл жерде 6 килограмм сәбіз, сары сәбіз бен қызыл сәбіз аралас. Тағы да ескеретін жағдай, үлкен қазанға тамақ жасаған кезде барынша қосатын ингредиенттеріңізді алдын ала дайындап, турап аласыздар. Бұл жерде себебі оттың газ сияқты регулировкасын жасай алмағаннан кейін қатты қызып кету мүмкін, қатты күйіп кету мүмкін. Сол үшін алдын ала дайындап аламыз, барлығын жасап, барлығын өлшеп, құятын суларыңызды қастарыңызға әкеп алыңыздар. Сәбізді сәл қуырып алғаннан кейін үстінен су құятын боламыз. Бізде жалпы алғанда 1,5 шелектей су кетті. Жалпы құрамындағы заттарды, яғни сәбіз бен етті жауап тұратындай болуы керек. Өте көп те құйып жібермеңіздер, себебі суы тартылмай қалатын болса, сіздердікі шәуле болып қалады, палау емес. Сондықтан күріші барынша жақсы пісуі үшін, шашылып, шашпа палау болып пісуі үшін осыған да мән бергендеріңіз дұрыс.
Қайнап шыққаннан кейін біз осы құйрықпен, яғни 1 килограммдай құйрықпен қазыны салып жібердік. Қазыны бірақ барлықтарыңызға бөлек пісіруге кеңес беремін, себебі қазы болса палаудың дәмінде сәл өзгерістер болуы мүмкін. Сол үшін бөлек отта қазыны жеке пісіріп, кейін бетінен қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Осылай бүлкілдеп қайнауы үшін астына томарды салып қоямыз. Сонда жақсы отының қатты қайнап кетпеуіне септігін тигізеді. Енді дымдауға кірісеміз. Ол үшін күрішті саламыз. Күрішті алдын ала суда жібітіп жуып аламыз. Одан кейін үстінен алдын ала жібітілген ноқатпен, горохпен, мейіз және барбаристі салып жібереміз. Тұзын өздеріңіз көресіздер. Егер де сіздер тұз алған ет қосатын болсаңыздар, көбірек қоспағандарыңыз дұрыс. Бұның бәрін сорпасында дайындап аласыздар. Одан кейін сәл тұрғаннан кейін демдейтін кезде осылай асты жағындағы күріштер сәл суландау деген кезде бетіндегі күріштерді аударып шығамыз. Көп адамға тамақ дайындау, үлкен қазанда тамақ дайындау үлкен еңбекті талап етеді. Сондықтан барынша ыждағаттылықпен дайындаймыз. Аударғаннан кейін біраз тағы да суының тартылуын күтеміз. Мына жерде жақыннан түсірілген видеода суының әлі жақсы тартылмағаны көрініп тұр. Осындай уақытта демдеп қоятын болсаңыздар, сіздерде күріштеріңіз езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан дәл осындай болған кезде шетіндегі майы біздегі ортаға жинаймыз және де осылай арасын ашып шығамыз. Бұл барлығы жақсы дымдалуына септігін тигізеді. Арасынан шыққан бұл күріштердің барлығының біркелкі болып пісуіне әсер етеді. Палауды жалпы әр порцияға есептегенде 150 граммнан береді. Сонда бізде 8 кило палауымыз, яғни шамамен 53 адамға жетеді. Егер де 8 килограммнан көбірек демдейтін болсаңыздар, осы есеппен өлшесеңіздер болады. Яғни килограммды граммға бөлесіздер, 150 граммға. Сол кезде қанша адамға жететіндігі сіздерден шығатын болады. Палауда демдеудегі ең соңғы штрих бұл зіре, яғни зірені қолымызбен майдалап алып, осылай үстінің барлығына сеуіп шығамыз. Ерекше дәм береді, сондықтан барынша көп мөлшерде қосуға әрекет жасаңыздар. Міне енді бетін осылай үлкен ыдыспен дымдап қоямыз. Шамамен 20 минуттай тұрады. Міне біздің палауымыз дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандай шашпа палау. Күріштерінің бәрі дана-дана болып піскен. Барлық қонақтарымыздың көңілінен шықты. Сол үшін де сіздерге беймарал қорықпай қуана-қуана ұсынып отырмын. Менімен бірге болғандарыңызға барлықтарыңызға рахмет. Сіздерге алдағы уақытта бұдан да қызық, керемет видеолармен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар және де дайындап көруге кеңес беремін. Жылдар бойы сыналған рецепті ұсындым сіздерге. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.